Бет нервісі салдануының түрлерін тек дәрігерлер ғана анықтай алады. Иопатиялық бет нервісінің салдануы бет нервісінің зақымдануынан оның қызметі бұзылып, бет бұлшықеттерінің салданып қалуы екенін, оның ауру белгілері қандай болатынын алдыңғы видеода айттым. Төменде дәрігер науқасты тексеру кезінде анықтайтын белгілерді айтып берейін. Бет нервісінің зақымдану орнына байланысты оның салдануын екі топқа бөледі. Бірі перифериялық, яғни шеткілік бет нервісінің салдануы, екіншісі орталық бет нервісінің салдануы. Біріншісі, яғни шеткілік бет нервісі салдануының негізгі себептері: инфекциялық қабынулар мен сыртқы жарақаттар. Клиникалық тәжірибеде шамамен 70% науқаста бет нервісі салдануының себебі инфекциялық қабынудан болып, әдетте идиопатиялық бет нервісінің салдануы немесе бет жүйкесінің қабынуы деп те аталады. Орталық бет нервісі салдануының басты себептері мидағы қан айналымының бұзылуы, мысалы инсульт, мидағы ісіктер және бас ішіндегі инфекциялар. Сондықтан кез келген беті салданған науқастың бетінің салдануы перифериялық, яғни шеткілік немесе орталық бет нервісінің салдануы екенін ажырату үшін медициналық білімі болу керек. Науқастардың да алдымен дәрігерге қаралғаны жөн. Дәрігер науқасқа физикалық тексеру жасау кезінде төмендегі белгілерді байқай алады. Біріншіден, салданған беттегі маңдай әжімдері азайғанын немесе жоғалғанын көреді. Екіншіден, носогубной складкасы, яғни мұрын ерін қатпары тегістелгенін немесе мүлде жоғалғанын байқайды. Үшіншіден, науқастан көзін жоғары қарауын сұрағанда салданған беттегі қас көтерілмейді. Төртіншіден, дәрігер науқастан көзін жұмуды сұрағанда салданған бетіндегі көзі жұмылмайтынын, әсіресе үстіңгі қабағы жақсы жабылмайтынын байқайды. Бесіншіден, пациент көзін жұмуға тырысқанда көз алмасы жоғары бұрылып кетеді, көздің ағы көбірек көрінеді. Бұл құбылысты бел симптомы деп атайды. Алтыншыдан, науқас, яғни пациент күлгенде немесе тісін көрсеткенде аузы сау жаққа қарай тартады. Жетіншіден, науқас аузын жауып, ауыз қуысына ауа жинау кезінде, яғни ауаны ауыз ішіне жинап ұстаған кезде екі езуі сау жаққа тартылады. Сонымен қатар аузына ауаны толтырып ұстай алмайтыны, ауа шығып кете беретіні байқалады. Жоғарыда аталған ауру белгілері ерте диагнозын айыру, ерте емделу, салданған нервті қалпына келтіру емін, яғни реабилитациялық ем алу шараларын ерте әрі тиянақты түрде қолға алу арқасында әдетте бірнеше апта ішінде жақсара бастайды және шамамен 3 айдан 6 ай ішінде салдану толығымен кетеді. Аздаған адамдарда беттің салдану белгілері өмір бойы сақталып қалады. Егер 3 айға жалғасқан консервативті ем нәтиже бермесе, бет жүйкесіне хирургиялық ем араласу қажет болуы мүмкін. Кейбір науқастарда ауру белгілерінің кетпей сақталып қалу себебі бет нервісі өтетін тар сүйек түтігі болғандықтан. Бет нервінің ісінуі айқын болса, бет нервісі тар түтік ішінде қатты қысылып, аксонның дегенерациясын тудырады. Медицина кейбір науқастарда салданған бетінің толық қалпына келе алмауының маңызды себебі аксонның дегенерациялық өзгеріске ұшырауынан болуы мүмкін деп қарайды.